мысал жанрының басты ерекшелігі неде? Диққат, қорықпай өтейік балалар. Мысал жанры ол шағын көлемде оқиғалы және андай идеясы болатын. Ода хайуанаттар мен жанкеттерді көп айтады. Хайуанаттар, жан-жануарлар арқылы. Жақсы, мирас оқытып жібере ғой. Ол адамның ол қалай адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасайтынын айтылады. Қарым-қатынасын айтқысы келеді, жан-жануар арқылы береді бізге. Тағы да толықтыратыныңыз бар ма? Мысал жанр туралы. Неге? Ол тіке сабақ оқы, білім ал демей, неге жан-жануарлар арқылы жеткізгісі келеді? Асылхан? Жануарлар сияқты не адамдар бірге болсын дегенде, оған кішкене бір оңайлап түсіндірсін деп. Бірге өмір сүрсін. Жақсы. Кішкентай адамдарға, жас сіздер сияқты балаларға жан-жануарлар арқылы, және хайуанаттар арқылы түсіндіру жеңіл болады деп ойлаған екен. Жақсы. Оның 40 мысал жинағының басты мақсаты не болды? Ол ұйықтап жатқан халықты қалай оятқысы келді? Жайна? Айта ғой. Қалай оятқысы келді ол халықты? Жақсы, ойын кішкене жинақтап ал, Дінмұхамед. Ол адамдарда оның мәтіндерінде маса деп айтылған себебі ол өз халқын маса сияқты оятқысы келген. Яғни маса деген адамды ұйықтатпайды, зыз деп. Адамды ұйықтатпайды, өте жақсы. Сондықтан ол маса болғысы келді. Енді 40 мысал жинағының басты мақсаты не? Жалпы мысалының мақсаты не? Манағыдан бері айтып жатырмыз. Тағы да айтып жіберейік, Нұрмұхамед. Айта ғой. Қайыржан? Халыққа білім беру. Халыққа білім беру, халықтың санасын ояту. Жақсы. Сонымен, тағы сұрақ қойып сіздерге, ол бүгінгі сабағымызбен байланысты. Басқұс деген тіркесті өсімдікке, адамға қатысты қалай түсінесіңдер сендер? Жалпы өздерің, ол біз ешқандай олтауырға тақырып, сабақ өткен жоқ. Біз кәдімгі өмірде қалай түсінесіңдер? Осының басқұс дым жоқ деп айтамыз, кейде сау оқымайтын балаларға. Ақылсыз, білімсіз балдарды, надан балдарды айтамыз. Басында дым жоқ деп айтамыз, жақсы, Қайыржан? Басы бол деген басында бір идеялар жоқ. Өте жақсы. Асылхан? Ол басы бос деген ол, мысалы бала болады ғой, сол ақылсыз, тәртіпсіз сондайда, ондай білімді бала емес. Жақсы. Ал енді өсімдікке қатысты білеміз ба? Нұрмұхамед не екен өтірегін? Айта ғой. Өсімдікке қатысты емес па? Қайыржан? Өсімдікке қатысты кімде қандай ой бар еді? Жалғыз өзі өсіп, бөлектене өсетін деп ойлайды. Жалғыз өзі өсетін өсімдік болуы мүмкін. Қайыржан? Гүлдің нектарсыз өсетін. Не несіз? Нектар. Үлкен ол көлемде өспейді, жақсы. Өте жақсы. Қазір жауабымызды өзіміздің жаңа сабағымызды өткен уақытта түсінеміз. Бүгінгі біздің балалар жаңа сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлының «Егіннің бастары» деген шығармасы. Дәптертеріңді ашып көңілмен жаза қойыңдар. Қаңтардың 15-і Ахмет Байтұрсынұлы «Егіннің бастары» жаза қойыңдар. Аша қойын, кім оқиды? Кім оқиды? Нұрмұхамед оқыш. Тұра ғой, оқиды. Егіннің бастары оқиды. Тыңдап отырамыз балалар. Бір адам жас баласын қанға алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, екінші егін екпен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кез еді пісіп болған егін төрлі. Бастарын дәмге толған төмен салып, бидайлар бейнет тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көкке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жүнін сұрап. Жақсы. Қай кез екен балалар? Қандай уақыт? Қандай уақыт болып жатқан бізде? Неге күз деп ойлайсыңдар? Егін жинайтын уақыт. Кім жүр егіннің айналасында? Кім жүрген? Баласымен әкесі жүр, ары қарай Димаш? Бидайлар тұр басын
салып, жіберген мырза Құдай нұрға қанып, әй әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шекірейіп өзге көкке, өзіне өзгелерді теңгермейтін, соншама бұл бидайдың дәні көп пе? Айтайын мұның мәнін, балам саған, шырағым түрін көріп таңдарын бар оған, өзгесі төмен қарап бүгілгенде, ойлама кем екен деп бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына, тоқтанба құр сұрайған қарасына, Құдайым өзгесіне дән бергенде бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толық иеліп тұр, дән берген қожасына сиынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бүлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді, тәкаппар оны халық жаман дейді. Халқы емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді балам дейді. Өте жақсы. Түсіндік па балалар? Сонымен егін егіп жатыр, егін жиналып жатқан уақыт, егіннің жанында кімдер жүр? Әкесі мен баласы жүр. Жақсы. Енді қандай баласы не байқап қалды? Қол көтеріп жауап берейік. Баласы не байқап қалды? Айсұлтан? Жалғыз тұрған бидайда. Ол қандай болып тұр екен? Жалғыз өзін істеп тұр екен оны? Бір өзі сұрайып тұр екен, Жақсы. Содан баласы әкесінен не деп сұрайды? Соншама бидайда дәні көп пе? Дәні көп пе? Сол уақытта әкесі қалай жауап берді? Ағаке, жауап бер. Айта ғой. Бұндай бидайларды қарамақ қой, өйткені олар өз қожасына иілмейтін, ал басқалары дән берген қожаларына иіліп тұр. Бұндайларды халық тәкаппар жаман дейді. Жақсы. Сонымен қай бидай жақсы, қай бидай жаман екен? Қайжан? Кішкентай бидай жақсы, үлкен сорайып тұрған бидай жаман. Кішкентай бидай деп айтамыз ба? Қандай бидай ол? Дәні толып тұрған бидайды, не дейміз? Ол қандай? Адамға байланыстырайықшы енді осы жерде. Дәні толып тұрған бидай. Қандай адам? Дәні толып тұрған бидай, басы иіліп тұр. Ол қандай? Ер жүрек. Жақсы, сосын. Қандай? Ақылды. Ақылды адамдар. Ал жаңа сорайып тұрған бидайымыз бізді? Тәкаппар жаман адамдар. Жақсы. Түсіндік. Ол не деген сұраққа жауап береді? Және ол бір-екі сөзбен естіледі. Достық, еңбек, әділдік деген сияқты бір-екі сөзбен ғана беріледі бізге. Негізгі идея, автордың бізге не айтқысы келгені. Біз осыны шығарманы түсінген кезде, оқыған кезде, автор бізге қандай кеңес береді? Түсіндік па? Идея деп отырғанымыз сол, автордың бізге не айтқысы келетіні. Ал тақырып деген ол шығарманың не туралы екенін көрсететін басты тақырып. Енді дәптерімізге тақырып, осы егіннің бастары шығармасының тақырыбы не? Тақырып, идеясы, автор бізге не айтқысы келді, және сол автордың айтқысы келгенін сол дәлелдейміз. Жаза қойып дәптерімізге тақырыбы, идеясы, және сол идеяны дәлелдейміз. Нақты. Түсіндік қой шығарманы? Шығарманы түсінсек, сол бойынша орындаймыз. Тақырып, бір-екі сөзбен. Қорықпа, сонымен тақырып не болды? Егіннің бастарында. Кім не жазды? Қайыржан? Ержүрек, әділдік, сосын жаман мен жақсының бөлінуі. Ержүрек дегенде өтсәді ма кішкене? Ержүрек артықтау, жаман мен жақсының айырмашылығы, Жақсы, жауабың жақсы. Тағы да кімде бар? Тағы кім не жазды тақырып дегенге? Айсұлтан не жазды? Жалғыз бидай. Жалғыз бидай. Қазір тақырыпты айта алайық. Тақырыпқа не жазды? Айбат сабаққа түспей өтсін. Басы бос бидай. Тақырып. Жақсы. Тағы да кімде қандай бар? Ұлысын. Димаш? Елде көп бидай. Елде көп бидай. Көп бидай. Елде көп бидай ма? Жақсы. Жауап нұсқалары жақсы балалар. Енді идея.
негізгі идеясы автор бізге не айтқысы келді? Бекхан? шығармада автор еңбеккөр болуды айтқысы келді. Еңбек етуді айтқысы келді, иә? Жақсы. Тағы да толықтыра кішкене идеямыз. Иә, қайыржан сен не айтады? Тәкаппар адамның жүрегі толмаған. Жақсы. Тәкаппар адамдар көп, иә, біздің арамызда? Өмірде. Тағы да идея. Ақерке? Бұл бидай арқылы бізге автор тәкаппар болмасын, еңбекқор болсын дегенді түсіндіргісі келді. Өте жақсы. Тағы да Каусар? Не жаздың? Айтамын жазғанымды. Бос тұрған бидай азырақ зат береді. Бос тұрған бидай Бидай бермейді, иә, бізге? Жақсы. апай, Иә? әр бидайдың жаманы жоқ. Жақсы. Иә? Кез келген нәрседен жақсылық іздеуіміз керек, иә? Ол да дұрыс. Автордың негізгі идеясы ол деген еңбекқор бол, ақылды бол, тәртіпті бол дегендей. Өте жақсы. Өзің жалғыз жүрмей, халықпен бірге жүріп тәкаппар бол деген. Тәкаппар болма. Тәкаппар болма деген, иә? Көппен бірге жүру керек дейді. Өте жақсы. Соны қай жерден байқадық, балалар? Дәлелдейікші, шығарманың қай жерінде ол? Мұқият шығарманы қарап шығып, дәлелдейтін жері бар, қараңдар. Иә? Кім байқады тағы? Фариза, саған қатысып отырмыз, Каусар. Инар. Қай жерде, Фариза? Ең соңғы шумақ. Иә, айтып жүрсіз сол жерде. Дәлеліміз осы біздің. Автордың айтқысы келген идея осы жерде. Ең соңғы шумақ. Айтамын. Еде көп бұл бидайдың адам дейді, тәкаппар оның халық жаман дейді. Қалпы емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді балам дейді. Өте жақсы. Сонда біз қай мінезді тұтынбауымыз керек екен? Тәкаппарлықты тұтынбауымыз керек. Ал өмірде қандай болу керек адам? Және мана біздің басы толып тұрған бидай қайтып тұрды? Басы иіліп тұр. Ондай адамды не деп айтамыз? Қалай деп айтамыз? Қандай адамдар деп айтамыз өмірде? Өзіміздің тілімізбен айтайық. Өзінше болмайтын адамдар біз қалай айтамыз? Біз айтамыз ғой, өзінше болып кетті деп айтамыз, иә, кейде бір адамдардың қасымызда жүрген. Иә, тәрбиелі дейміз, тағы да. Қайтып айтамыз, тағы да. Мынау өзінше емес, ол күшті деп айтамыз ғой, сол қалай айтамыз? Иә, жақсы. Қарапайым деп айтамыз, иә? Ондай адамдарды біздер қарапайым деп айтамыз. Жақсы. Қазір енді балалар, біз осылай 4 топқа бөліп, 4 түрлі тапсырма береміз сіздерге. Сіздер, мына алдымызда отырған сіздер ғалымдар боласыздар. Ғалымдар тобы, сіздер қарап алыңыздар. Бидай масағындағы дәннің мөлшері оның сыртқы пішініне әсер етеді. Неліктен бірдей суарылса да бос масақтар болады. Жаңа бос масақ болды, иә, бізде? Соны зерттейік. Шынайы өмірмен байланыстырып жауап береміз. Дәптерlerіне, мына неге ақ қағазға топ болып ақылдасып жауап жазамыз. Иә ма? Ғалым болсаңдар қалай зерттеу жасайтын едіңдер? Сіздің топ ғалымдар тобы жасанды интеллект құралдарын пайдаланып, осы мысалды видеоға, фотоға айналдырамыз. Ол үшін тақтаға шығып пайдалана берсеңдер болады, балалар. Мына жерде интернет қосылып тұр. Қазір тапсырманы беріп қойын, иә ма? Сіздер инженерлер. Қазір сіздерге құралдар беремін. Инженерлер, сіздер қағаздан, сымнан, пластилин бар, бидай бар. Өзіміз қолдан бидай масағын жасаймыз. Сіздер қайтып жасар едіңдер. Кітаптарын жауып қапталады. Сіздер қандай бидай масағын жасар едіңдер? Жаңа 2 түрлі бидай масағын өтті, иә? Енді қараңыз, сұрақ қараңыз. Қайсысы жерге төзімді? 2 бидай масағын жасауымыз керек. Біреуінің ішінде бидай бар, мынау бидай балалар. Соны пластилинге орналастырам, пластилинмен жабыстырасыздар ма? Қалай істейсіздер? Ыстық клей керек болса, ыстық клей әкеліп қойдым. Скотч керек па? Не керек? Ыстық клей керек болса, ана жерге қосып алсаңдар, вот ана жерге тоқып бар, иә? Бірінші ойлап салың, қайтып жасайсыңдар? Сынға жасайсыңдар ма? Иіліп тұрса қалай болады? Сіздер математиктер тобы. Сіздерге есеп беріледі. Мына суретке қарап отырып аласыздар. Қазір береді.
барлығы және адам бейнесі. Толы бидай, бос бидай. Сол кезде барлығында неше бидай шығады, соны және шақырып қалыпсыз. Ема? Бір масақтың бойында ана жерде неше масақ басқа кетсе қалғанда. Түсіндіңіз ме? Сол кезде барлығының саны шығады. Адаммен салыстыру. Адаммен салыстырамыз. Ема? Сіздер промптайында сурет жасалғанда қандай? Әкесі мен баласының немесе бос бидай мен толы бидайдың суретін қандай сурет жасайсыздар сондай? Ау? Математика мына жерде келіп санап алсаңдар болады. Неше бидай еліп тұр, неше бидай жоғарғы басы. Қара балаға келіп санап алсаңдар болады. Ал санаймыз. Видеоны промптын жасап қойың, видеоға қандай мәтін жазасыңдар? Сонда. Иә? Kesin жасадың ба? Ал сіз аяқтаймыз. Сіз аяқтаймыз. Бастайық, бізде ғалымдар тобы. Сіздер ең бірінші бізде жасауларыңыз керек. Бидайды зерттеп жатсыздар, иә? Неге бізде тыңдаймыз? Егер біз ғалым болсақ, біз бидайды осылай зерттейтін едік. Бірнеше далаға бидайдың дәні шашып, егіп және үстіне су құйып, екіншіден күнге сантиметрға өсетінін қарайтын едік. Оған тыңайтқыштар шашамыз. Көз мезгілінде олар піскен соң оны комбайн деген көлікпен жинаймыз. Комбайнмен жинаймыз, жақсы. Жақсы. Оны жинап болған соң жасалатын тағамдарды, ұннан жасалатын тағамдарды пісіреміз. Өте жақсы. Енді балалар мына жерде ұн алып, әртүрлі ұннан жасалатын тағамдар пісіреміз. Ол тағамдарды сатамыз және оларды жейміз. О, бизнесмендер. Апайлар бар, иә? Айгүл апай бар ма? Апай түсіндіріп жібересіз бе? Балалар мінекей мынау бидай, иә? Бізге мынау бидайдың масағы. Бірақ барлығы бірдей өссе де, суарылса да, ішінде бос масақтар болады. Апай неге сол айтып жіберші балаларға? Ол неден болады? Қандай апай? Бірдей суарылса да бос масақтар болады. Енді барлық еккеннен кейін балалар бидайды суарамыз да, суарсақ та кейбір масақтар бос күйінде қалады да, кейбір масақтардың іші толып, масағын төмен қарай салбыратып тұр ғой. Енді бұл жерде тек қана су емес басты фактор, ылғалдылық болуы мүмкін, ол жердің топырағы нашар болуы мүмкін да, немесе ол жерлерде кейбір масақтарды бактериялар, вирустар зақымдауы мүмкін. Жан-жақты факторлар әсер етеді. Сондықтан тек қана суару әсер етпейді, жан-жақты факторлар әсер ету арқылы кейбір масақтар қоректік заттың қорын ала алмай бос күйінде қалуы мүмкін. Жақсы, рахмет апай. Енді әртүрлі балалар болады, 5 түрлі бала. Бірақ олар ата-ана қалай тәрбие береді? Барлығына бірдей тәрбие береді. Мінекей бізде бос масақты бірдей суарып, бірдей күтсек те, оның ішінде осындай бос масақтар болып жатады екен. Мінекей әртүрлі тәрбиені балалар бірдей тәрбие алса да, әртүрлі тәрбиедегі балалар кейде шығып жатады. Бойден бір тентек балалар шығып жатады, иә? Таң қаламыз. Бойдың балаларының бәрі сабақ жақсы оқиды, бірақ мына бала неге тентек деп айтамыз? Ол генетикамен де байланысты болып кетеді. Кеттік, келесі стрелка жасанды интеллектпен видео және фото жасау. Балалар фото жасадыңдар, иә? Көрсете ойыңдар бір-біріңе.
сыныптағы оқушыларға көтеріп көрсете қойды. Әкесі мен баласы кіндігін Димаштікінде сорайған бидай тұрып қараңыз өздері. Сөйтуге апарып, жан-жағында бір бидай тұр, бір бидай иіліп тұр, бір бидай сорайып тұр. Мынау жасалған. Жасанды интеллекті жасап берген видеосы. Мінекей. Әкесін бермепті. Мына иілген бидайға мына бала таң болып қарап тұр, иә? Енді бұл жасанды интеллектпен жасалынған видео. Жақсы, сендерлер не жасады екен көрейік. Аяқ келіп айтып жібере қойыңдар, қолдарыңа берілген жаңа сіздерге. Бидай. Қарайық. Біз мына бидайларды қалай өсетінін істедік. Мысалы, мыналарымыз біздің андай күнге киген түстерінің өзі көрініп тұр. Бұл күнге киген суға түскен болғандықтан жақсы пісіп, басы иіліп тұр. Ал бұлар сорайланып ұзын болып тұр. Иә, ұзын болып тұр. Өте жақсы. Мына жерде не үшін бидай әзірсеңіз, себебі бұл жаңағы апай айтқандай, бұны жаңа құрттар нелер жеп кеткен алдыналар, оларды жемеген. Иә, өте жақсы. Жақсы. Енді осы жерде бір физикамен де байланысты, иә, бұл иілу заңдылығы бар, иә, мына жерде. Ауырлық күшіні ұрсаппай айтып жібересіздер бізге. Жалпы мен өзім естігендерім сол нақты түсіндіріп жіберсек физикамен. жерде физикада масса, салмақ ұғымдармен тіке байланысты, иә. Яғни бойына суды көп жинаған бидайларымыздың массасы көбейіп, ол жерге тарту күші әсерінен жерге тартыла береді. Яғни бұл жерде ауырлық күші әсер етеді. Ал бойының салмағы аз болған сайын, оның иілгіштік қасиеті де не істей береді? Азаяды. Сол себепті және бидайымыз ұзын болған сайын, оның жерге тартылуы да соншалықты төмен болады. Өте жақсы. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Басшылықтарыңда. Есептен алып. Есебін оқып жүр. Бір масақ бойында 30 бидай. Бір бидай 2 грамм. Сізге кесте бойынша есепті шығару керек, иә? Бір масақтың бойында 30 бидай бар дейді. Бір бидай 2 грамм. Мына жерде суреттен санады, сіздерде барлығы толы бидай нешеу? 16. Бос бидай? 6. Бидай саны толы бидайда 480, бос бидайда 0. Массасы? Барлық масса толы бидайда 960, бос бидайда 0. Адаммен салыстыру, адам толы бидай болуы керек, бос бидай болса, адам тәкаппар болады. Өте жақсы. Дұрыс па, балалар? Өте жақсы. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар, жақсы. Адам бойындағы білім мен парасат артса, ол қандай мінез көрсетеді? Қорытындылап жіберейік, кім қандай ой айтады? Қатыспай отыр. Инағат сабақ қатыспай отырмыз. Айтып жүрші. Оның сабақ қатыспады. Адалдықты көрсетеді. Иә. Қорлықты көрсетеді. Және де Өте жақсы. жемайды. Жақсы. Тағы да кім толы? Мақтаншақ болмайды, етжек болмайды және керек адамдарға көмектеседі. Иә, барлық мұқтаж адамдарға көмектеседі екенбіз. Иә, Бекхан? Өзінің жаман қасиеттері кетеді. Жаман қасиеттері өзінің андай кетіруге тырысады. Өз бойындағы мінімен алысады, иә? Өзін өзі жеңеді. Жақсы. Біліммен біздің барлығымызда солай бойымызда білім мен парасатты арттырып, бойымыздағы тәкаппарлықтан істеуіміз керек, арылуымыз керек. Сол тілімде QR-код аша қойыңдар, балалар. Бір сөйлем, бір ой. Бүгінгі сабақ бойынша егіннің бастары, бұл мысал маған мынаны үйретті деп аяқтаймыз. Бұл мысал деп QR-код ашылса аша қойыңдар. Сөйтіп сабағымызды қорытындылаймыз. Мен сіздерге қазір алдарыңызға бір нәрсе таратам. Соны алған оқушыға солай баға қойылады. Яма? Бұл мысал маған. Мысал деп отырғанымыз қайсы? Мысал деп отырғанымыз қайсы? Мысал деп отырғанымыз. Сол жерге жазамыз, балалар. Ашылды ғой, иә? Сол жерге жазып жазамыз. Көп ашылды ма? Телефоннан кәдімгі камерамен ашып, бұл мысал маған тәкаппар
үйретті, дұрыс па? Тәкаппар болуымыз керек па? Жоқ. Енді Адал. иә, адал болуды үйретті деген сияқты жазамыз. Істеп тұр ма? Ашылды ма? Ашылғанда бала мен мынандай шығады, мына жерге жаза қоя қоя жазамыз, сонда бірден жазып мына жерге шығып тұрады. Бұл мысал маған мынаны үйретті деп бір сөйлем жазамыз. Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма, балалар. Үйге тапсырмаға Қазақстандағы бидай өндіретін аймақтар, өндіріс орындары туралы біліп жазып келеміз. Түсінікті ме? Қазақстандағы бидай өндіретін өндірістік аймақтар туралы жазып келеміз. Қолдарыңызда қараңыздар. Бұл оқушыларға 10 балл. Ал егер сәл бидайы жоқ, сорайған бидай болса, ол оқушыларға 9 балл. Түсінікті ғой, иә?